Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін үй жағдайында осындай керемет қою карамель жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, тіркелуді ұмытпаңыз. Бұл карамель екі ағзаттан жасалады. Қант және сливки 33%-дан жоғары сливкиден дәмі ерекше болып шығады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіз. Кез келген торт, десертке қолдансаңыз болады. Бізге ең алдымен асты қалың сотейник қажет болады. Астын баяу отта қойып, қантымызды салып, қантымыз ерігенше араластырмаймыз. Қантымыз ери бастаған кезде силиконды лопатканың көмегімен осылай үзбей араластырып тұрамыз. Баяу отта қантымызды осылай ертеміз. Мінекей бізде құр қантымыз еріп, осындай қоңыр керемет түске айналады. Қантымыз толық еріп, біркелкі болғанша осылай үзбей араластырып тұрамыз. Енді сливкимізді ысытып аламыз. Содан кейін үстінен құямыз. Осындай көпіршіктер пайда болады. Осы көпіршіктер кетіп, біркелкі болғанша араластырамыз. Абайлаңыз, күйіп қалуыңыз мүмкін. Тез-тез осылай араластырамыз. Міне карамеліміз қоюланып, бізге қажет түске енуде. Дайын болған карамелімізді ыстықтай құрғақ ыдысқа ситадан өткізіп аламыз. Айта кетейін, қалауыңыз бойынша карамельге тұз қоссаңыз болады. Дайын карамеліміздің бетін жауып, салқын жерге қоямыз. Толық суығаннан кейін барып қолданамыз. Мінекей карамеліміз толық суды, тоңазытқыштан алып шықтық. Енді алып, осыны бір миксерлеп жіберіп қолданамыз. Жалпы карамельді миксерлемей бірден қолдана берсеңіз де болады. Маған миксерлеп қолданған ұнайды, сондықтан бір миксерлеп жіберіп, кейін қолданамын. Бұл карамельдің дәмі өте ерекше болып шығады. Кез келген карамель қосып жасалатын торттарға, десерттерге қолдансаңыз болады. Арахис қосып, сникерс тортына байлансаңыз тіптен керемет. Сіздермен болған мен Қамар. Келесі видеода кездескенше. Видео рецепт ұнаса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз.